Ассаламу алейкум. Намаз оқып үйрену марафонының қатысушылары. Менің есімім Айдана Жарқынбекқызы. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы Мұхаммед Әл-Әмин мешітінің ұстазы болып табыламын. Намаз. Исламның 5 парызы бар, барлығымыз білетін. Ең біріншісі иман келтіру, намаз, және де ораза, зекет, қажылық. Байқағандарыңыздай, мұсылманның 5 парызының ең алғашқысы иман болса, иманнан кейінгі тұрған ол бізде намаз. Намаз иманның белгісі, жүректің нұры, рухтың қуаты болып табылады. Және мұсылманның Жаббар иесімен тілдесуі болып табылады. Кімде-кім Алланың сөзін тыңдағысы келсе, онда ол Құран оқысын дейді. Ал кімде-кім Алламен тілдескісі келсе, сөйлескісі келсе, онда намаз оқысын деген. Намаз жайлы Құранда көп деген аяттарда келеді. Және де намаз ол біздің басты құлшылықтарымыздың бірі болып табылады. Себебі Алла тағала намазды бізге балиғатқа толғаннан бастап бұйырған. Тіпті біз сырқат болсақ та, немесе кедей болсақ та, бай болсақ та, дене мүшелеріміздің кейбіреуі жоқ болса да, барша адамдарға, мұсылман адамға намаз парыз болып саналады. Намазды егер шаман келсе, тұрып оқыңдар. Егер бір жерлерің ауырып, тұруға шамаларың келмесе, отырып оқыңдар. Тіпті отыруға да мүмкіндіктерің келмесе, онда жатып оқыңдар деген. Сондықтан да бізде намазды оқымауға ешбір сылтау жоқ екен. Сондай-ақ намаз ол мұсылманның миғражы. Алла тағала басқа парыздарын жер бетінде түсірсе, намазды ол миғражда, аспанда, аспан әлемінде пайғамбарымызға парыз еткен. Ол туралы толығырақ Исра Миғраж оқиғасы деп іздесеңіздер табуға болады. Намазды Алла тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям оны Жебрейіл алейхиссалам арқылы Пырақ деген атты жіберіп, аспан әлеміне көтеріп, сол жерде парыз етеді. Яғни тікелей тілдесу арқылы. Намазды парыз еткенде Алла мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям арасында тек қана перде ғана болғандығы айтылады. Ең алғаш Алла тағала намазды 50 мәрте парыз етеді. Бірақ та кейін 5 уақыт намазға қысқартады. Алайда осы 5 уақыт оқыған намазымыздың сауабы 50 уақыт намаз оқығандай сауабы бізге жазылады екен. Сондықтан да бұл біз намазға немқұрайлық танытпайық. Көптеген адамдардың қоятын сұрағы: мен күнә жасап қойдым. Күнә жасаған кезде намаз оқуға бола ма? Әлде мен бірінші тазарып алайын, содан кейін бастаймын дейді. Қыздар, біз баняға түсердің алдында душқа түспейміз, сол секілді де керісінше намаз бізді күнәмізден тазартады екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабалармен отырып, оларға былай деп сұрақ қояды: егер дейді, сендердің біреулерінің үйінің алдында өзен болса дейді, оған ол күніне 5 мәрте шомылатын болса, оның үстінде кір қала ма деп сұрайды. Сол кезде сахабалар: жоқ, қалмайды дейді. Сол кезде намаз да дәл солай. Намаз ол сендердің күнәларыңды күніне 5 рет тазартып отырады деген. Яғни әрбір намаз, екі намаздың арасында жасап қойған күнәларымызды де сондай-ақ әр намазда біз тазартып отырады екенбіз. Егер де сіз күнәдан тазарғыңыз келсе де, онда намаз оқыңыз. Сондай-ақ көп адамдардың қателесетін тағы бір мәселесі: намазды адамдар күнә жасаған оқу керек. Егер мен жүрегім таза болса, онда мен намаз оқымай қойсам болады деген. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниеде ешқандай күнә жасамаған, және Алла тағала оның өткен және келер бүкіл күнәларын кешіріп қойған. Бірақ ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда бізден де ықыласты түрде оқыған екен. Сонда біз пайғамбардың қасында біз кімбіз? Жүрегіміз таза дейді. Сонда пайғамбардың біз жүрегіміз таза, намаз оқымаймыз деп айтқан кезде, пайғамбарымыздың жүрегі сонда лас болғандықтан оқыды ма? Жоқ, әрине. Ол әлбетте олай емес. Сондықтан да біз де намазды күнә жасасақ та, жасамасақ та оқуымыз керек. Жалпы намаз кімдерге парыз? Кімдер намаз оқу керек десек, ең біріншісі ақыл есі дұрыс адамдарға. Сондай-ақ мұсылман адамдарға, және үшіншісі балиғатқа толған адамдарға парыз екен.